Құрметті әріптестер, бүгінгі видеомызда ұстаз платформасына жетістіктерді қалай салу керектігін көрсететін боламын. Ұстаз платформасына жетістіктерді ұйым басшысының немесе әдіскерінің юридический ключ арқылы, яғни ключ арқылы тіркеп, содан кейін салуға болады. Өздеріңіздің жеке ключтарыңызбен тек қана өтініш бересіздер. Соны шатастырмаңыздар. Мен қазір ұстаз платформасына кіріп отырмын. Енді осы жерден мен білім динамикасын, яғни өзімнің жұмыс жасау барысындағы 3 жылдық тәжірибемдегі білім динамикасын ұстаз платформасына салатын боламын. Ол үшін мына жерде деректерді енгізу дегенді басамыз. Деректерді енгізу кезінде білім сапасы, жетістіктер, тәжірибе тарату, баяндамалар, басылымдар, топтарға, жобаларға қатысу, оқу әдістемелік материалдары, сынып жетекшілік, кураторлық дегендер шығады. Енді осы жерден білім сапасын таңдаймыз. Білім сапасын таңдадық. Енді мына жерден оқу жылын, мына жерден аты жөні бойынша іздеуге, егер өзіңіз бұрын салған болсаңыз, соны қайта тексеру керек болса, аты жөндеріңізді жазып, немесе мына жерге оқу жылын, яғни 24-те ме 25-те ме салған болсаңыздар, соны тауып алуға болады. Енді мына жерден мен өзімдікін салу үшін қосу дегенді басамын. Қосу дегенді басамыз. Білім беру ұйымы, яғни өзімнің білім беру ұйым жұмыс жасап жатқан жерімізді жазамыз. Мына жерде аты жөндеріңіз автоматты түрде шығып тұрады. Өз аты жөнімді жаздым. Енді лауазымдарыңызды жазасыздар. Мына жерде барлығы да өз аты жөнімен шығып тұрады. Менікі міне ең бірінші мысалы 23 пен 24-ті салуым керек. 23 пен 24-ті таңдаймыз. Файлды жүктейміз. Мен жерде жүктеуді басамыз. Жүктеуді басамыз. Мына жерде мен загрузкеге өзім сақтап алдым, білім динамикасы деп. Енді соны открытты басып таңдаймыз. PDF түрінде файл жүктеп салынды деп шықты. Енді ұстазды қосу дегенді басамыз. Ұстазды қосуды басасыздар. Енді осы жерден 3 жылдығын салатын болғандықтан, ұстазды қосқан кезде өздеріңізді 3 рет белгілейсіздер. Өзімді таңдайым тағы да. Лауазымыңыз автомат түрде шығып тұрады. Жылымыз енді 24-25-ті таңдаймыз. Дәл жаңағыдай файлды жүктеңіз деген жерде жүктейміз. Білім динамикасын тағы да таңдаймыз. Бөліп аласыздар. 23-24, 3 жылға салу керек болса, 3 жылдығын бөліп PDF қылып сақтайсыздар. Енді барлығын салып болғаннан кейін, мына жерде міне сақтау деген бар. Қазір менде қосылмай тұр. Сіздер менде аяқтап болғаннан кейін шығады. Міне сақтау деген көк түс болып қосылады. Сол жерде сақтау дегенді басасыздар. Сол кезде сәтті сақталды деп шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеом сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.